Жезқазғандағы мыс балқыту зауыты 3 айға жабылады. Бұл шешім өндіріс орнында қайта қалпына келтіру жұмыстарының жүргізілуіне байланысты қабылданып отыр. Ал зауыттың 2000-ға жуық қызметкері қайда барады? Олардың тағдыры не болмақ? Бұл мәселені шешу үшін үкімет басшысының тапсырмасымен құрылған арнайы жұмыс тобы Жезқазған өңіріне барып келді. Мән-жайды анықтаған жұмыс тобы зауыт басшылығымен қандай келісімге келді? Бұл туралы тілшіміз Батырбек Қуандығұлы кеңірек. Қарағанды облысының Жезқазған қаласындағы мына мыс балқыту зауытының 40 жылдан астам тарихы бар. Өндіріс орны жылына 200 мың тонна мыс шығаруға қауқарлы. Дәл бүгінгі күні зауыт күрделі жөндеуді талап етеді. Зауыт басшылығы өткен ғасырдан қалған ескірген өндіріс технологияларын заманауи үлгідегі құрал жабдықтармен алмастырмақ. Жалпы өндіріс орнын басынан аяғына дейін қайта қалпына келтірмек. Күрделі жөндеуді жүргізудің де өзіндік себебі бар. Қазіргі қолда бар технологиямен өндірісіміз алға баспайды. Бұл құрал жабдықтар ескірген. Алдағы 7 жылдықта бар ресурсымызды тауысады. Ал қайта қалпына келтіру жұмыстары кезінде жаңа технологиялар алынады. Бұл өз кезегінде ресурстарымызды тиімді қолдануға, қазба байлығымызды әлі 40 жыл пайдалануға мүмкіндік береді. Күзде қайта қалпына келтіру жұмыстарының жүруіне орай зауыт бірнеше айға жабылады. Бұған дейін зауыттағы 2000-ға жуық қызметкердің тек 500-і ғана осы жөндеу жұмыстарына жұмылдырылады деген сөз жүргенді. Жұмыскерлерді дүрліктірген де осы. Бұл мәселені шешуге өңірге үкімет басшысының тапсырмасымен құрылған арнайы жұмыс тобы келді. Бақытжан Сағынтаев зауыт жұмысшыларымен кездесіп алаңдауға еш негіз жоқ екендігін жеткізді. Сегодня мы полностью договорились о том, что ешкім жұмыссыз қалмайды. Зауыт басшылығымен келісімге келдік. Барлық жұмысшы 100% жалақысын алатын болады. Үкіметтің мұндай шешімінен кейін көңілдері қобалжулы жұмысшылар сезімдеріне ерік берді. Тіпті кейбірі көздеріне жас алды. Шешім жақсы, 100% айлық төлейміз деді. Бәрі орында қалады деді. Жұмыспен қамтамасыз етеміз деді. Рахмет үкіметке. Одан басқа вице-премьер өңір активімен кездесіп, Қарағанды облысына қарасты Жезқазған, Сәтпаев және Ұлытау шағын қалаларын дамытудың 2012-2017 жылдарға арналған кешенді жоспардың жүзеге асу барысымен танысты. Айта кету керек, үкімет бұл бағдарламаны орындау үшін 130 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлген. Батырбек Қуандығұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.